Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Енді мен сіздерге осы жерде поле чудес ойыны, осындай поле чудес ойынымен таныстырамын сіздерді. Сіздерге қазір көрсететін боламын. PowerPoint бағдарламасында жасалған кезекті шаблон. Поле чудестің негізімен де 5 түрі бар, 5 түрлі версия. Одан кейін бізде уже 6-шы версия болады. Барлық версиялары менің YouTube каналымда бар. Енді мынаны мен қысқаша көрсетіп түсіндіріп өтейін. Қалай жасалған, не бар, не қандай. Енді мына жерде бізде поле чудестің мынандай несі бар. Осыған бір рет басқан кезде сұрақ ашылады. Мына жерде сұрағын жазасыздар. Одан кейін мына жерде қазақша әліпби тұр, әріптер тұр барлығы. Ретімен емес, сәл не бар арасында. Әліпбидің несіне бұзылған сәл. Мына барабанды бір рет басып айналдырады. Мына жерде оқушылардың тізімі тұрады. Енді оқушылардың тізімін диаграммадан спиннер жасаумен жасап, картинка етіп алып, мына жерден бұлай измент жасап, измент рисункпен қоясыздар. Сол кезде мына жердегі анимация сақталады. Қазір анимациясын көрсетейін. Мына облыс анимациядан міне қарасаңыздар, мына екі анимация бар. Бірінші анимация міне тұр. Бірінші анимациямыз міне тұр, айналу. Одан кейін возникновение дегеніміз бар. Екі анимация тұр. Мынада да екі анимация, барлығында анимациялар бар. Одан кейін мына жерде бізде уақыт, яғни поле чудесте де уақыт бар, білсеңіздер, соның уақыты мынау. Одан кейін тағы да мынау бізде сандықша. Сандықша қай кезде беріледі? Жаңа екі сұрақ 3 неден тура келген кезде, жаңа 3 әріпті бір санды айтатын болса, 3 жерде бар болатын болса, осы сандықта ашылады. Одан кейін бонус бар. Сұрақ барлығын дұрыс жауап бергеннен кейін мына жерде бонусты берсеңіздер болады. Енді осы ойынды мен показать слайдпен көрсетейін. Мысалы, сначала деп бастаймыз. Ойынымыз осылай поле чудестің дауысымен басталады. Одан кейін мына жерде мынаның үстіне бір рет басам, мына гифтің сұрақ ашылады мына жерде. Сосын мына барабан бізде, осыған бір рет бассам, айналады. Бір рет бастым, тоқтады. 300-де тоқтады, 325-де тоқтады. Одан кейін 100-де тоқтады. Әртүрлі неде тоқтайды. Мынадан бассам, ослепейін. Одан кейін мысалы, мына жерде Темірбайға тоқтады. Енді Темірбайдың балы 100. Бірінші оқушыны таңдап аласыздар мына жерде, сосын балын алады, сосын мына жердегі әріптерге басады. Енді мына жерде мен сандықшаны ашып көрсетейін. Сандықшаның біреуінде сыйлық бар, екіншісінде жоқ. KitKat ашылды. Ал екінші сандықта бізде ішінде ештеңе жоқ, пустой сандық. Енді мына жерде бонус көрсетейін. Бонуста ручка тұр. Осының барлығын өзгертуге болады. Ішіндегі жаңа заттарын ручканы алып тастап, оны басқа затты да қоюға болады. Мынаған бір рет бастым, келесіне өтті. Сұрақты аштым, мына жерде сұрақ ашылды. Енді мен мына жердегі әріптерді қалай баратынын көрсетейін. Мына барабан айналады, мынау бізде айналады. Мыналарды ашып көрсеттім. Мына уақытты қазір көрсетемін. Енді мына жерде мысалы бұл бар, А деген. Мынау А-да бар. Жоқ болса осылай астына кетеді, бар болса мына жерде орнына барып тұрады. Жоқ екен. Енді Т бар, З бар. Міне, осындай қазан деген сөз. Ал қалған барлық әріптер осылай кетеді. Енді осы шаблонды алғаннан кейін сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды қалай құрастырасыздар, мен соны көрсетейін. Мына жерде қарасаңыздар, анимацияны ашып аламыз. Облыс анимация. Мына барлық әріптер, мына жерде барлық әріптер дұрыс емес дегенде тұр. Яғни басқан кезде түсіп кетеді астына, олай кетеді. Осындай анимация қойылған. Енді бізге не істеу керек? Мынау сияқты жоғарыға бару керек. Ол үшін не істейміз? Мен сіздерге қазір көрсетейін. Ең алдымен сұрағыңызды дайындап, сұрағыңызды жазып аласыздар. Одан кейін әріпті жазамыз. Мынаны өшіріп тұрайын. Әріптер керек бізге. Мынадан өткізейін. Мысалы Q, K, Y, L деген сияқты әріптер керек. Осы әріп мына жерге бару керек. Мысалы, мына жердегі азамат деген бір сөз болатын болса, азамат болатын болса, А бару керек, З бару керек, М бару керек, осы жерге бару керек. Енді оның анимациясын қалай қоямыз?
мына жерден анимация өтем, область анимация. Мысалы, бір әріпті алайын, мыны алайын, азамат дегенде мыны үстіне бастым. Одан кейін добавить анимация. Мына жерден таңдайсыздар. Другие пути деген. Соңғысы төртеу тұр, төртіншіден осыны таңдап. Осы жерден мынау тұр, міне. Вверх деген тұр, бізде вниз деген, вниз астына кететіні, вверх жоғары жағына кететіні. Осыны таңдайын. Окей. Мыны алдым уже, міне. Осы жерге келіп тұрсын, мысалы. Осыны қойдым. Енді осының несін дауысын көрейік. Запустить вместе. Времяға кірем. Оны мына жерден жаңағы мыға қоюым керек, мыны басқан кезде осы ашылу үшін. Осы ашылмайды, ана жерге барады. Қазір мына жерден мыны таңдаймыз. Мыны таңдаймыз. Мыны басқан кезде мына жерге барады. Міне. Енді осы тағы бір анимация қоюымыз керек. Жаңа неден қоймадым. Добавить анимация. И мынау бізде изменить размер. Үлкейеді. Міне. Бұл анимация осыны қойдым. Енді бұны да мына жерден мынаған қойдым. Запустить вместе предыдущее время. Одан кейін мына жерден тағы да бұны да мыға таңдаймыз. Мыға басқан кезде осылай барады үлкейіп. Енді мына жерде бізде төмен кететіні бар, оны алып тастауымыз керек. Міне, мыналар тұр. Біреу жоғары, біреу төмен. Енді мынау бізде мынау екен, мен біліп алайын. Мынау бізде жоғары кететін. Мынау астына кететін, оны өшіп тастайын, бұл керек емес, астына кетпейді. Енді екеуін белгілеймін. Мына жерден запустить вместеге басам. Сосын баратын кездегі дауысы. Эффектке өтем. Осы жерден звуктан правильный угадение дегенге басамыз. Окей, болды. Міне. Барады осылай. Енді көрсетем, показать слайдпен ашам. Қалған әріптер. Міне, басқан кезде жоғары. Мыға қойдық, мыға бір рет бастым. Міне. Үлкейді, и мына жерге барды, мен сәл жоғары қояйын. Сол кезде тура барып тұрады. Міне. Анимациясы мынаның. Мына негізі мынаның несіне тура апару керек. Ортасында ақ не тұр ғой. Соған турлап қойсаңыздар, сол кезде тура барады. Осылай әріптерді, осылай анимацияны осылай қоясыздар. Сұрақтарыңызды жазасыздар мына жерге, сосын мына жерде нелерді қоямыз. Енді сағатты көрсетпедім ғой мен, сағатты көрсетейін. Міне, мына жерде тура поле чудестің несі дауысымен и соның уақытымен берілген. Осылай кетеді. Көбірек уақыт. Мына жерде көбірек уақыт, өте көп уақыт өткен. Тура сол поле чудестің звугын алған мына жерде тұр, міне. Осылармен қойылған барлығы. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Керек болса осы шаблонды алыңыздар, комментарий бөліміне өтіп, поле чудестің қалған нелері, версиялары да мен YouTube каналымда тұр, оны қарап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.